Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақтың тақырыбы фотосинтездік циклді фосфорлау. Циклді фосфорлау реакциясы бірінші пигменттік жүйе арқылы жүзеге асырылады. Бұл жүйенің хлорофилл энергия квантын сіңіріп қозады және одан ферродоксинге тасымалданатын электрон бөлім шығады. Электрон ферродоксиннен B6 цитохромға, F цитохромға өтеді де хлорофиллге қайтып оралады. Электронның бұл тізбегі тасымалдануы электрон шеңбер жасай отырып, ең ақырында хлорофиллге қайтып келеді. Сол себептен циклді реакция деп атайды. Қозған электрон өтуінің әрбір келесі кезеңінде оның қозу энергиясы кемейді. Ал бөлініп шығатын энергия ферменттердің жәрдемімен АТФ-тің макроэнергиялық байланыстарында қорға жиналады. Циклді фотофосфорлау реакциясы жоғары және төменгі сатыдағы өсімдіктерден, бактериялардан табылған. Бұл цикл фотосинтез процесін жүргізетін барлық организмдерге тән. Фотосинтездік циклсіз фосфорлауда циклсіз фотофосфорлау реакциясының негізгі роль атқарады. Бұл реакцияға бірінші және екінші фотожүйелер қатысады. Екінші пигменттік жүйедегі хлорофилл молекуласынан бөлінген электрон оған қайтып оралмайды. Сондықтан да бұл реакция циклсіз реакция деп аталады. Екінші пигменттік жүйенің хлорофилл электронның жетіспеушілігін сәуле арқылы тотығуға ұшырайтын судағы оттегі есебінен толықтырылады. АТФ пен НАДФ-H-тың сутектік циклсіз фотофосфорлау реакцияларының өнімдері болып табылады. Өсімдіктердің фотосинтез аппараты фотосинтез негізінен өсімдіктердің жасыл жапырақтарында өтеді. Өсімдіктердегі хлорофилл күйі хлорофиллде порфирин ядросының гидрофилдік қасиеттері ол молекуланың фитолдық ұшының липофилдік қасиеттері болады. Хлорофилл молекулалары арнаулы белоктармен байланысады. Ламеллалар мен граналардағы хлорофилл липидтермен және белоктармен байланысты болады. Хлорофилл молекулалары өзара байланыспай тұрған күйін мономер формасы деп атайды. Өзара әрекеттесіп байланысқан түрін агрегатты формасы деп атайды. Хлорофилл күн спектрінің көрінетін бөлігінде жарық сәулелерін талдап сіңіретін заттар пигменттер деп атайды. Барлық органикалық пигменттер молекулалардың атомдары арқасында бір және қос байланыс кезектесіп келіп отыратын жүйелері болады. Фотосинтездің жарық және қараңғылық кезеңдері Климент Аркадьевич Тимирязев фотосинтез процесінің барысында алуан түрлі реакциялар өтетінін бірінші болып жорамалдады. Ол реакциялардың бір бөлігі жарыққа байланысты болса, басқа бөлігі жарыққа тәуелдемес екенін деп есептеді. Тимирязев жүргізген тәжірибелерде жарықтың күші артқан кезде фотосинтездің жылдамдығы өсті. Бірақ белгілі бір шекте жеткенде жарық күшінің артуы фотосинтез жылдамдығын бұрынғыша арттыра алмады. Өсімдіктің жарыққа қанығу процесінің жүзеге асатын жарық шегі болатындығын анықтады. Тимирязев фотосинтез барысында жарық реакцияларының басқа жарыққа тәуелсіз таза химиялық жолмен өтетін реакциялар бар деп қорытынды жасады. Бұл реакциялардың жылдамдығы өсімдік жарыққа қанығу шамасында жеткенде фотосинтездің хлорофиллдің жарықты сіңіріп, соның арқасында қозуы фотофизикалық процесс болып табылады. Хлорофиллдің электронды беруі мен қабылдауы электронның тасымалдануы
АТФ пен НАДФ-H'тың синтезделуі және судың фотолизге ұшырауы фотохимиялық процесс болып табылады. Фотохимиялық және фотофизикалық процесстер фотосинтездің жарық кезеңін құрайды. Көмірқышқыл газын сіңіру және органикалық заттарды синтездеу реакциялары фотосинтездің қараңғылық кезеңін құрайды. Заттар өсімдіктің бойында 3 түрлі қашықтыққа тасымалданады. Жақын аралыққа жасушаның ішкі ортасында органоидтар арасында немесе жақын орналасқан жасушалар арасында тасымалданады. Орташа аралыққа ұлпалардың жасушалары арасында, алыс аралыққа мүшелер арасында флоема мен ксилема арқылы тасымалданады. Тыңдағандарыңызға рахмет.